Көтерілсем биікке, мұңайсам үміт сыйлар үмітке. Сен бар кезде қиындықты еңсерем, жеңіл қой ауыр жүкте. Досым, 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 жаным адал досым. Досым, 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 ай, біздерді тағдыры қосты. Біреулер ақшан ойлар, біреулер пайдан ойлар. Ойында біраз ой бар, шынайы ақылдасар, ақылға ақыл қосар. Жаныма жақын достар. Ай, досым, 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 жаныма адал досым. Досым, 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 ай, біздерді тағдыры қосты. Қайыспас өзіңмен қабырғам, мұңайма жаныңнан табылам. Өмірде қадамды басатын алға, дос керек әр адамға. Ай, досым, 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 жаныма адал досым. Досым, 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 ай, біздерді тағдыры қосты. Сондай жағдай досым. Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба? Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой. Отпустит на дно большого колодца, который зовется время, который зовется время, который зовется время, который зовется время, который зовется время. Деңгейді кімнен кем, біз бүкіл әлеммен теңесеміз. Тіл үшін жасау жатты көлдің еңінен. Сегіз сақ қон түркідеміз, түркіретер бұл лебіз. Бұл әуен даланы кәт түбінде бар бір жеңіс. Ана тілді шеттеткеміз, қалқаш билер есеміз. Көріп өстік жоқшылықты қонсызданып жеріміз. Жүйемен күресте батыл, биікте де сөз нақыл. Тәуекелі, хикметте башы ақыл. 37-де алаш көрсетті кімнің кім екенін. Қазір ғой қазағымыз білмей жүр кім екенін. Бес арыс ағалардың мәңгілікте мекені. Алыстама ұлыстан ол жер ата мекені. Қара темір қолға әмір, оралған шынжырлар. Шын жыр айтқаны үшін қамауларды шыңғырар. Чат, қалайсыңдар? Сори, что осындай грустнякпен бастағаным үшін. Просто, бүгін құрдасым Атырауға кетті үйіне. Бұйырса той болады. Тойдан кейін бір жыл бойы үйінде тұрып, бір жылдан кейін қайтып келеді. Соған кішкене грустняк ұстап отқам ғой. Айып етпеңдер. Даусым нормально естіліп отыр ма? Неге звук деп жатсыңдар? Тондырып тастаған өткен күнім. Әпи Фадиға измена жасады. Иә. Иә. Тойға барасың ба? Конечно. Атырауға барам ғой тойға, иә. Атырауға тойға барамыз бұйырса. Эй, досым, 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 жаныма жақын досым. Аю, досым, 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 аю. Что за наушник? AirPods қой, кәдімгі? Компын алып кетті ма? Жоқ, компьютерін қалдырып кетті де бір жылға. Бір жылдан кейін келеді де ойнайды, компьютер. Бір жыл бойы кетсе, болды компьютер, Атырауға компьютермен кіргізбейді екен.
ебейін да, бля, қойып атқан сұрағын қарашы. Не ысып кетті. Кондер өфірші. Өфірші, кондер. Өфірші, шеше, өтініш. Ысып кетті ғой үйдің ішіне, ысып атыр. Өфіріңдерші, чат. Өфірші, чат. Батя, мен сені тарихшы ағай кезінен қараймын. Рахмет, родной. Өфіріңдерші. Андай, AirPods'пен ұтсаң кайф сияқты ғой, андай басың жеңіл болып, қалай айтсам болады, бүйтіп жеңіл болып отырасың да, короче, ше, нагрузка түсіп отпайды. Реклама істеген наушник тақсай. Жоқ, осылай таққым кел. Зарядкалар жоқ екен, зарядкаде тұр, жігіт. Мысалы, менің өзім наушнигім ше, міне зарядкаде тұр. Сонымен қарасам шеше AirPods бар екен, сонымен қосып көрсем, қосылады екен, прикинь. И давайте AirPods'пен отырайық дедім. А что сендерге мешать етіп жатыр ма AirPods? Кім қаяқа қыдырады? Кім қаяқа қыдырады айтып жіберіңші, кәне воздухтар, кәне. Қазір кетеді ғой, қазір мен биыл Турцияға барам, Дубайға барып қайтам, Мальдивыға барып қайтам, туда-сюда. Короче, бүгін Великий уравнитель деген фильм қараймыз. Көбісі осы уақытқа дейін айтып жүрген фильм. Сол фильмді қараймыз бүгін. Примерно былай оқыдым. Қызық сияқты. Дензел Вашингтон ойнаған ғой. Дензел Вашингтон ойнаса, значит қызық қой. Чемпионат мира көріп атсыңдар ма? Айтпақшы, чемпионат мирада қашан басталады, жігіттер, нелер, плей-офф ойындар? Мен вообще көріп атқан жоқпын, прикинь. Как будто мен үшін емес, бірақ чемпионат мира до того непредсказуемый сондай турнир, да, что, мысалы, Парагвай Германияны ұтып кете салады. Коста-Рика, білмеймін, бір там Испанияны ұтып кете салады. Мысалы, да? Сондай бір непредсказуемый, күтпеген ойындар болып кетуі мүмкін. Сен ойлап жүрген, біз ойлап жүрген өте мықты команда, там плей-оффта ойыны жүрмей қалуы мүмкін. Ойнай алмай қалуы мүмкін, ше, типа, сондай жері бар. Бұл жарыстың. Германия ұшып кетті. И сосын көп айтып жатыр да, Аргентинаға группа істеп берді, ары бер деп. Шеше қандай группа істеп беру? Ол группаның біреу отырып бүйтіп, там FIFA-ның несі, президенті отырып бүйтіп өзі составлять етпейді ғой. Группалардан бірінші андай, қалай айтсам, сетка істеп беру дейді да. Группалардан бірінші орын шыққандар, типа екінші орын шыққандармен ойнайды, сондай емес па, дұрыс па? Это же зависит от бірінші, екінші, үшінші орын болғаннан зависит ше. Неге өйтеді екен? Көре алмаушылық. Досым. Рональдо ойнайды. Португалия не ойнайды, Испания ойнайды. Еба, пиздец болайын деп тұр ғой. Батя подписка алдым ғой дейді. Ой, рахмет, родной. Так, онда что там? Белмімізді бастайық. Шынымды айтайын ба? Андай, нелерден шашақ кеттім, просто фэнтези фильмдардан ше. Фэнтези фильмдардан шашақ кеттім шеше. Бір какой-то бір боевик шеше, бір отырып, қарайтын ше, отырып алып, там, қалай айтсам, біреудің историясы, біреулерден қашып жүр, үйтіп жүр, короче. Бір интрига, анау-мынау деген фильмдар қарағым келіп кетті ше. Пытырлас ше, Джон Уик сияқты бір бәлелер ше. Джон Уик көрдік қой, с кайфом көрдік қой, мысалы Джон Уикті. Өте қатты ұнады бізге. Атыс пытырлас, төбелес шеше, сондай бір бәлелер. Джентльмені көрсей, джентльмені ма? Все. Бір күні бізге андай
список составлять етеміз ау, бір айда көретін фильмдарымызды. Бір ай бойы көретін фильмдарымызды телеграмда отырып список составлять етеміз ау. Составлять. Заставлять дегенім ше. Мысалы, там, бір айда бір 10 фильм, 15 фильм. И соны көреміз. 10 фильмнің ішінде, мысалы, там, 3 мультфильм бар. Бір фэнтези, бір боевик, мелодрама шеше. Драма фильмдер көрейік. Жылайықта отырып, хоррор фильмдер. Аниме, Сага Винландияны көру керек. Әпей досым бір жылға кетті. Сағынатын болдым оны. Жолықпаймыз ба енді сонда? Там кофе ішіп тұратын ек, шай ішіп тұратын ек анда-санда. Сонда оның бәрі болмай ма енді, чат? Самса жейтін ек, бургер жейтін ек. Біреулер ақшаны ойлар, біреулердің ойлар. Кеттік онда. Фильмімізді бастайық, балашаға. WW. Айтпақшы, сендермен бөлісейін, бір жаңалығым бар. Өткенде, инстаграмға пост салған ғой. Өзімнің андай кішкентай кезімдегі, кішкентай емес вообще, былай ес жинағалы кездегі арманым, целымды ше, цель, мақсат. Осындай достар, мен негізі арманым компьютерный клуб ашу және де спорт комплекс ашу деп ше, чтобы менің спорт комплексімде жас жігіттер, қыздар жаттығу жасап, тренировка жасайтындай болса ғой деп армандаймын деп айттым да. И сөйтіп көбісі қолдады мені. Давай, батя, давай, ашсайшы, родной, там, туда-сюда барамыз тренировкаға, қолдаймыз, саған натуре жарасады, спорт академия немесе комплекс ашсаң, еркін күрестен басында, и жаймен үлкен комплекс етіп ашсаң өте жақсы идея негізі. Еще типа здравая идея, да, спорт қой бәрібір. Енді сен бәрібір, енді мен шеше 10 жыл тренировка істеген ғой, енді 10 жыл күреске қатысқанмын, күрескем. Потом белгілі бір себептермен қойып кеткем. И сөйтіп ойлаймын да, бәрібір андай күреспен сағынам да, просто күресті ше, жігіттер. Күрес борец однажды, борец навсегда дейді ғой, не бывает бывших борцов дейді ғой, жігіттер. Сол сияқты күресті сағынам да шынымен. И как-то вот елге пайдам тисін ғой, вообще там стримить етем енді былай. Көп адамдардың настроениесін көтеретін шығармын, көп адамдардың көңіл күйлерін көтеріп, күлдіріп отыратын шығармын, бірақ бәрібірде андай бір здравый немен айналысқым келеді, и то тем более өзімнің 10 жыл бойы айналысқан жұмысым. И осындай зал ашқым келді. Қатты ниеттендім ше, сол күні түнімен ойланып, түнімен соны ойлап ұйықтадым. И ертесіне азанда тұрсам, Ахметжан досым, который өзі мына жақта тренер болып жұмыс істейтін досым, маған хабарласты да, Фади, родной, давай сөйлесейік, жолығып сөйлесейік. Бұл негізі жақсы идея, жақсы план. Осыны давай талқылайық, не керек бізге деп ше. Не болады екен, былай қарасаң, қатты невозможный зат емес та, дұрыс па? Қатты фантастика емес та, мысалы зал ашу деген ше. Сөйтіп, давай дедік. Ахметжан 2 жыл бойы тренер болып жұмыс істеген. Мен тоже тренер болып жұмыс істеген. 3 ай ма
4 ай тренер болып жұмыс істегенмін. Өзіме де қатты ұнайды. Сонымен екеуміз примерно план құрдық. Зал ашу үшін не керек деп. Чат GPT-ға жаздық. Чат GPT бізге примерно составлять етті. Помещение алу керек, ремонт жасау керек, ішіне маты қою керек, ары-бері тренировочный процессті жазу керек, методикаларды дұрыстау керек. Былай айтқанда там ары-бері, потом маркетинг, реклама, туда-сюда, іштегі балдарды толтыру керек. Мысалы, абонементтердің бағасын жазу керек деп. И прикинь, не болды сол кезде. Біз бір помещение таптық, короче. Арендасы Алматыда, осы Алматыда, Ақсай жақта арендасы айтпай-ақ қойын қанша екен, бірақ қатты анау айтқандай қымбат емес та. Мысалы, бір залдардың арендасы жігіттер бір 2-3 миллион теңге тұрады арендасы. Айына төлейтін аренда. Үлкен зал ашатындай здание, помещение. Оныкі ондай қатты не емес. Ол залда, мысалы, бұрын тоже дәл сондай тренировка жасаған, бірақ таэквондодан тренировка жасаған. Былай қарасаң, бір зал бар. 2 ковер сиятын зал бар. Соны барып қарадық, бүгін көрдік, и прикинь, бәрі әдем сәйкес келіп тұр. Енді финанс жағын туырлап, битіп істеп, бұйырса бір жақсы жаңалықпен келетін сияқтымын. Бұйырса жақсы болайын деп тұр. Ойлаңдаршы, мен залым болса, я? Атын қалай қоятын ек, атын? Названиесін қалай қоятын ек? Папа сиыр спортзал. Жоқ, Батя спорт клуб. Жоқ. Папа борец. Жоқ, шешіп қоясың ба? Балашаға. Жоқ, жеги. Сиыр клуб. Сиыр клуб деген қалай олай? Сиыр клуб. Фади ВС 2026. Фади ВС спорт клуб. Жақсы. Фади ВС спорт клуб. Зал андай емес, фитнес клуб емес ол. Еркін күрестен жігіттер. Врестлинг. Папа врестлинг клуб. Фади врест джим. Фади врест клуб ше. Фади врестлинг, Фади ВС врестлинг клуб ше. Фади ВС врестлинг академии. Я. Әдемі. Фади ВС врестлинг академии. FWA. FWA. Әдемі, е? Жақсы идея, негізі. Название прям әдемі. Фади ВС врестлинг академии. Қай жақта тренировка істейсің? ФВА-да тренировка істеймін. FWA-да. Ол қай жер? Это Фади ВС врестлинг академии. Тренерің кім? Сол жердегі папа сиыр. Батямыз тренер. Кім ол батя деген? Фади көкеміз да, короче, Фади батямыз. Ахметжан ағай бар сол жерде. Я? Еще мен андай, мысалы біз енді кішкентай кезден тренировканы барлығымыз күрескендер түсінеді. Тренировочный процессіміз, методикамыз көбінесе бір дейді. Көбінесе барлығы деп айта алмаймын. И соның полностью басқаша оформление жасап залдың ішіне ше, такой вайб кіргізгім келіп тұрды, такой навороченный, такой қалай айтсам болды. Бұл айтқанда басқаша американский стиль сияқты ма, UFC-дің стилі сияқты ма, сондай бір вайб кіргізгім келіп тұр залыма өзімнің бұйырса. 2 ковер болса, жан жағында такой лестницалар болады, былайынан шығатын ше, канат болады, обязательно. Ана біз көрген залдың еще подвалы бар. Подвалында качка беретін зал болады. Балдар качка береді. И стильді примерно андай стиль қылғым келіп тұр да, қара ақ и золотистый.
вот осындай оттеноктермен залды оформлять еткім келіп тұр. Мысалы, ковер полностью қап-қара болса, дуалдар ақ, потолок қара, ортадағы такой круг ақ болады, и золотистый немен қоршалады, короче. Прикинь, әдем болады, еркекше. Осындай нәрсені негізі ше, мен ертең залды суретке түсіріп, чат GPT-ға қойсам, ол маған істеп бере ала ма? Примерно мен ойлаған оформлениені істеп бере алмай ма чат? Или сендерге жіберсем суретін істеп бере аласыңдар ма? Неге? Не еді анау? Телеграмға жіберсем. Ертең барып түсіріп қайтам. Даже лучше делает, да? Я істейді дейді. Ебать, онда примерно. Короче, көрдік залда. Арендасын сөйлестік. Осындай барлығын бізге түсіндіріп берді. Өте жақсы кісі екен. Өте. Бұрын ол залды өз ақшасына салған кісі екен. Үлкен зданиен. Таэквондист болған кезінде. Смело балам, әдемі туда-сюда газ деп тұр. Примерно ақшасы да былай нормально. Енді ремонт керек. Ремонттан кейін бұйырса в скором времени ашамыз. Барынша тер. Скорым. Пончик деп қой. Мә жігіттер, шынымен иншалла, егер осы нәрсем болып кетсе ше, еркекше мен өте бақытты болам. Что мен кішкентай кезден армандаған бұл нәрсені. Шынымен айтам ше. Мен кішкентай бала кезден бұл нәрсені армандаған. Өзімнің частный залым болса деп. Воздух спорт клуб. Жылына 25 мың теңге қылып қой абонемент. Сен, конечно, молодец екенсің, андай простой жігіт екенсің, молодец, там айта салады екенсің, бірақ если что, менің де үйде бала шағам бар, тренерлердің де сол жерде істейтін бала шағасы болады үйінде, оларда нан жейді, су ішеді, типа, да? Мысалы, да, это частный клуб болған соң, ол жерге ешкім бүйтіп айлық бермейді, родной. Жылына 25 мың теңге деген не ол? Вебка қатты ма? Шешей. Не бүйтіп қатып атыр бұл вебка, е? Болды. Тренер болып кетіп, бізді қап тастап кетесің ба? Жоғы жігіттер ондай емес. Тренер болса, мен где-то бір аптасына бір рет тренер болам ғой. Аптасына бір рет өзім уақытым болады. А так в основном Ахметжан ағай тренер болады ғой, бұйырса. План бойынша кеше екеуміз сөйлескенде сөйтіп ойлады. Тренер болса, мен аптасына бір рет барып тренировка өткіземін. Ахметжан ағай өзінің залы ше, ол өзінің залы емес қой, жігіттер, ол жерде тренер болып жұмыс істейді, типа айлыққа істейді, да? А бұл жерде біз екеуміз бірге ашып отырдық, да? Фади мастер дейді. Шифу болам, жігіттер. Еркекше маған келесіңдер ма тренировкаға? Айына қанша папа сиыр, оны короче установить етеміз, ол ақшаны установить етеміз, жігіттер. Несін? Абонементтің несін ше? Айына қанша төлейтінін. Аптасына 5 тренировка, это айына примерно 20 тренировка ғой, айына. 20-22 тренировка. И сен айына 20-22 тренировка істесең, ондай жерде типа ремонтын әдем жасау керек, условияларын барлығын әдем жасау керек, да? Чтобы соответственно ақшасын. Ол ақшасында емес, самое главное, бірінші ашылып алу керек қой, потом. Фади Абайдағы игілік деген ауылды білесің ба? Білем, я. Душ қойш залға. Жоқ, қоймайым душ. Шомылмайсыңдар, сасисыңдар барлықтарың. Үстеріңе темір еткі шығат, біләд. Қотыр боп, қайтарам өзім балдарымды залда. Конечно, қоям, ебейм, біләд. Душ, біләд. Қай жыл өмір сүріп атыр ғой өз? Душ. О, біздің залда кішкентай кезде душ жоқ еді. Үйге барып шомылатын ек, даладағы шелекпен. Ой, сен Алматыда ғой енді бұл зал. Душ жоқ десең ұят қой.